Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын кешкі асқа пицца дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне қантымызды, тұзымызды және де дрожжымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне сұйық майды салып және де ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны духовкаға 40 градусқа 1,5 сағатқа жібереміз. Ендігі кезекте біз начинкасын дайындап аламыз. Начинкасына мен моцарелла сырын, колбаса, помидор және тағы бір сырды қолдандым. Көтерілген қамырымызды екіге бөліп, үстіне ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз, жұқа болғанша. Топ-томалақ қылып жаямыз. Дайын болған қамырымызға кетчуп салып, жақсылап барлық жеріне жауып шығамыз. Үстіне ең бірінші колбасамызды саламыз, помидорымызды саламыз